Жаһандану тенденцияларымен бірге біздің елімізге шеттен әртүрлі біздің ұлтымыздың салт дәстүріне сәйкес келмейтін тенденциялар еніп жатыр. Қазақ халқы әрқашан бірлікшіл, ынтымақшыл және өзінің кішісін әрқашан жоғары қойып, үлкенін сыйлай білген халық болып табылады. Сондықтан бізге батыстың да, сонымен бірге шығыстың да әртүрлі дұрыс біздің ұлтымызға сәйкес келмейтін тенденцияның барлығын біз тыйып отыруымыз керек. Ол не? Ол мынау бірінші фундаментализм, екінші терроризм, үшінші мынау батыстан кіріп жатқан біздің ұлттық болмысымызға сәйкес келмейтін әртүрлі бағыттар. Міне осы бағыттардың барлығын біз тия отырып, Қазақстанның ішінде біз қазақ халқы осы Қазақстанда тұрып жатқан басқа халықтардың барлығына өзіміз бағыт-бағдар бере отырып, солардың теңдігін сақтап отыруымыз керек. Бұл конфессиялық, сонымен бірге ұлтаралық жаңағы қатынасқа да байланысты. Қазақстан мемлекетінің негізгі егесі біз болғандықтан, біз осы Қазақстанның тәуелсіздігі үшін жауап береміз. Міне осы тәуелсіздігі жауап бергендіктен біздің барлығымыздың жауапкершілігіміз артық, өзіміз салқын қанды, сонымен бірге осы Қазақстанның ішіндегі бүкіл халықтың барлығын сыйлай алатын үлкен күш болуымыз керек.